В 50-е годы Алмата была очень известным в СССР городом. Өткен ғасырдың 60-70 жылдары Алматы Кеңес одағындағы ең танымал қалалардың бірі болды. Ол кезеңде тек одақ көлемінде емес, әлемдік деңгейдегі нағыз сәулеті келіскен нысандар пайда болды. Бұл Республика сарайы, Қазақстан қонақ үйі, Алматы циркі және Медеу мұз айдыны. Одан бөлек Ару қаламыз жасыл желегімен және апорт алмасымен әйгілі еді. Алмас Ордабаев әсем қаланың сәулетіне үлес қосқан сәулетшінің бірі. Архитектор мегаполистегі Самал тұрғын үй ауданы ғалымдар үйі сынды әлі күнге маңызын жоймаған нысандар мен көптеген тарихи монументтердің авторы. Көпшіліктің сүйікті жеріне айналған мына жаңа алаңның абаттандыру жобасын жасаған да дәл осы сәулетші. По площади Новой, это тоже для меня был очень интересный. Жаңа алаң мен үшін қызық тәжірибе болды. Ол кезде майда-шүйде нәрселердің өзіне дейін одақтың шешіміне тәуелдедік. Қаржысы 5000 рубльден асатын әр нысанда Мәскеумен келісу керек болатын. Бұл жұмысты тежейтін. Сондықтан түрлі айла тәсілді қолдануды да үйрене бастадық. Бір нысанның өзін бірнеше нысанға бөліп жасайтынбыз. Мәселен, біз тұрған алаңды Кеңес үкіметі кезінде 20 нысанға бөліп жасадық. Ал кейін тәуелсіздік алған кездегі еркіндік сезімі біз үшін естен кетпес болды. Ардагердің қолындағы мына құрылыс нобайы бүгінгі біз көріп жүрген ғылым ордасының сызбасы. Ғимарат соғыстан кейінгі жылдары салынған. Кеңес үкіметі кезіндегі құрылыс материалдарының жетіспеушілігі талай қолға тұсау болды дейді сәулетші. Чуть-чуть пораньше или попозже. Вот того мрамора я не получил. Вот там бронза не дали, вот там и так далее, и так далее. Алматы дегенде алдымен көз алдымызға келетін орынның бірі Көктөбе. 2 жыл бұрын жаңартылған аспалы жолда 8 адам сиятын 17 кабина жұмыс істейді. Небәрі 5 минутта жоғары станцияға жетесіз. Ал бұрын мұнда тек 2 кабинада 20 шақты адам тұрып келетін. Әлемдегі ең биікте орналасқан көзбен шолу доңғалағы дәл осы Көктөбедегі аттракцион екен. Мұның ең биік нүктесіне жеткен кезде сіз теңіз деңгейінен 1136 метр биіктікті сезіне аласыз. Сондай-ақ әсем Алматыны тамашалап, ләззат алуға болады. Бұрынғы ескі ғимараттардың орнында жаңадан жақсы ғимараттар салынды, адамдарға ыңғайлы, жүретін баспалдақтарына дейін қазір келсе қарасаңыздар, бәрі халыққа ыңғайлы қылып, адам келген демалушыларға да арналып жақсы көп орындар, демалыс орындары пайда бола басталды бұл жерде. В 2007 году 2007 жылы Көктөбедегі ойын-сауық бағының аумағында әйгілі Beatles рок тобына арналған ескерткіш ашылды. Қоладан қойылған Beatles'дықтар келушілердің ең сүйікті жерінің бірі. Бұл өте ерекше мүсін. Кез келген адам бұл мүсінмен суретке түскенде өзін 5-ші битломан ретінде сезіне алады. Күнделікті қарбаласпен жүріп, кейде қаламыздың қалай өзгеріп жатқанын байқамаймыз. Соңғы 10 жылдың өзінде Алматыда талай нысан қайта жаңарып, жаңа ғимараттар пайда болды. Есентай мол, Нұрлытау сынды алып бизнес орталықтары бой көтеріп, көгілдір күмбезді Алматы орталық мешіті, шаңғы трамплиндері кешені пайдалануға берілді. Алматы метросының алғашқы бөлігі де осыдан 8 жыл бұрын ашылды. Бүгінгі Алматы шығыс пен батысты ұштастырып отырған ірі мегаполис. Бұл жастардың асқақ армандарына қанат бітіріп, биік мақсаттарға жетелейтін қала. Ару қаланың тарихы ғасырдан ғасырға жалғаса бермек. Туған күніңмен Алматы. Тоғжан Аман, Рашид Шүкрәлиев, Плат Шишко, Алматы телеарнасы.